Өте дәмді әрі тойымды етті бәліштің рецептісін ұсынатын боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Ең алдымен біз ұнымызға майымызды жақсылап крошка жасайтын боламыз. Араластырып, майдың проценті маңызды емес. Өзіңіз үйде қалаған майыңызды қолдансаңыз болады. Маргарин болса да қолдануға бола береді. Осылай крошка жасап алғанымыздан кейін жұмыртқа және қаймақ саламыз. Қаймақтың проценті 10-15 болуы керек. Қамырымызды жақсылап әдемілеп илеп аламыз. Қамырды жақсылап илеп болғаннан кейін 30 минутқа холодильникке пищевой пеленкаға салып, орап, салып қоямыз. Салмасын дайындайтын боламыз. Фарш және де туралған пиязымызды, піскен, қайнаған суда піскен картофелімізді саламыз. Сіз егерде қайнамаған піспеген картошканы салсаңыз, пирог піскен кезде картоп кішкене шикі болып қалуы мүмкін. Және тұзы мен бұрышын өзінің дәміне қарай саламыз. Жақсылап араластырып дайындап аламыз. Салмамыз міне дайындап қойдық. Енді 30 минут тұрған қамырымызды алып, екі бөлікке бөлеміз. Кіші бөлікке және үлкен бөлігін. Үлкен бөлігін астыңғы жағына, кіші бөлігін бетіне қалдырамыз. Оқтаумен жақсылап осылай жайып алып, формамызға саламыз. Дайын болған салмамызды салып, барлық жеріне біркелкі етіп жайып шығамыз. Беткі бөлігіндегі қамырды да дәл солай оқтаумен жайып, бетіне жауып, өзіңіз қалағаныңызша бетін әсемдеп, сәндей берсеңіздер де болады. Өз қалауыңызша. YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі тегін шеберлік сабақтармен бөлісетін боламын. Біркелкі етіп, барлық жеріне тегізіп, жұмыртқаны жағып шықтым және бетіне күнжіт септім. Қызып тұрған пеште 160 градуста 1 сағатта піседі. Өте дәмді әрі тойымды болады. Піскеннен кейін 10-15 минуттан кейін осылай кесіп жей беруіңізге болады. Өте дәмді болып шығады. Ас болсын.